Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен тағы да легендарный қазақ. Өкінішке орай біздер үйде ауырып қалдық гриппен. Жөтел бәрімізде, сондықтан да бүгін жұмысқа шыққан жоқпыз. Бірақ та енді бір күніміз өтіп кетпесін деп бізде бүгін қаншасы өзі? Қазір бізде бүгін 17-сі сағат 2 болып қалды, 1:55. Сонымен жаңа жұмыс табылды почтада, текпеде. Қазір соған барып жұмыс істеп қайтамыз, құдай қаласа. 5 сағат жұмыс істеу керек, сағат 4-тен 9:30 дейін ма, 10:30 дейін жұмыс істеу керек. Қазір енді короче барып кімді ояту керек қой. Сашканы. Сашка менімен бірге жұмысқа барады бүгін. Сашка, мынау біздің үйде Томи ұйықтап жатқан. Сашка, мы с тобой сегодня на работу пойдем. Знаешь куда? Ну, знаешь же. Ну, почти. Да. Пойдем вместе поработаем, да? Хорошо? Хорошо. Не против? Ендеше қазір киімді ауыстыру керек. Мына киімнен деп монтаж жасау керек, короче, жаңағыдай дерзкий болады да сол кездері ше. Түсінсің ма? Ладно, киініп алайын. Блин, менде рабочий киім жоқ қой. Ондай жұмысқа арналған киімдер жоқ қой. Мә, саған қайдан табамыз, Сашка? Где найдем рабочую одежду, а? У меня нет уже рабочей одежды. Капец, я жрать хочу. Жрать. Позвони мне. Позвони мне. Ради бога. Уже время 2. Ровно 4 уже начнется работа. Сейчас пока пойдем, покушаем, то все. Нормально время пройдет. Так что нужно постепенно уже двигаться. Двигаться надо, пацан, двигаться. Что там, Сашаня? Ты вот так пойдешь оденешься? А? Да. Хорошо. Тебе решать. Потому что надо было. Жұмысқа шығып жатырмық қой, а? Кеттік. Сашка, пошли. У тебя есть маска, да? Нет. Почему? Никто дома маски. Блин, нужно было маску взять. Кореяда уже күз айы, жапырақтар қурап түсіп жатыр кәдімгідей. Там перчатки дают или с собой нужно было взять? Мне это давали. Надеюсь, дадут, да? Который ты работал, с Валихан, ты, короче, этот. Много людей было. Что это? Этот скрипит, что ли? Да, пошли, побежим. Давай. Мне давали. Давай, быстрее. Красный говорит. Мне мынау оңтүстік Корея елі, көріп тұрғаныңыздай. 17 октябрь, мен әлі Кореяда жүрмін. Негізі. Да, ничего. В жизни всякое бывает. Мы мужчины, мы должны преодолевать свои трудности. Короче, Емарт пойдем, покушаем там. И оттуда вот так на остановку перекинемся. На 300 сядем и поедем домой, короче. На работу поедем. Домой, говорю. Да, может, Бургер Кинг пойдем? Бургер Кинге покушаем? Там вкуснее же. Нет? Ой, капец, я голодный. Давай быстрее, жрать. Да, пофиг? Пошли. Ты заходи и сразу садись просто. Хорошо? Біз қазір Бургер Кингқа келдік. Бургер Кингте тамақ жеу үшін. Екен қарны ашылып кетті. 신용카드를 그림과 같이 투입되었습니다. Что там? Сашка. Здесь Якуб есть, пойдем. Моги, понял. Зачем тогда спрашивают? Моги. Не. 알겠습니다. Не. Я вчера выпил 2 раза, 4 раза вообще выпил, и меня все сразу отпустило.
Тебя, надеюсь, также отпустит. Много не болей. 300 наш автобус. Пойдем. 안녕하세요. 소명이요. Мә саған. Біз, короче, басқа жағына отырып қойғанбыз ғой автобустың. Ема. Біз жолдың мына жағына отыруымыз керек екен ғой. Мен болсам мына жағына отырып қойған екен. Бұндай да қызықтар болады екен ғой, мына жаққа. Бұлай кетіп қалған кез, ема, жұмысқа примерно бүгін бара алмай қалайын деп тұр едік. Сағат қазір 3:15 болды. 3:20-да келеді, 25 минут жол где-то. Bir 10 минутта ма жетіп барамыз ғой, фук кет. Все, 3 минуттан кейін келеді қазір. 3 минуттан кейін, через 3 минут приедет. Успеем? Үлгереміз, тым уайымдама. Вообще не переживай. Когда я есть дейсің, я. Я тебе сказал же, что мы успеем. Сказал, сделал и все. Солай, жұмысқа келіп қалдық. Қазір 5 минут жерде екен. Карта маған ұзақ жол көрсетіп қойды. Мен болсам, қысқа жол тауып алдым. Болды, не болды сонша? А? Да. Сейчас мы его увидим. Да ладно. Да. Я большая сработал. Ага. Меня кто-то зовет. Ага. Смотрю, блин, голос знакомый, но кто это? Потом? Потом он только к нему подошел, удивился. Такой баха, да? Бақалек, да? Мынау бүгін біздің жұмыс, почтаға келдік. Короче, мына лайнмен заттар келеді, былай. Мына еще жинауымыз керек қой, короче. 5 сағат қой, тоқтамай осыны істейміз, Құдай қаласа. Көріп жатырмыз және Алла қаласа. Нормально жұмыс енді. Болады ақыры. Міне жұмыс басталды, осы коробка келеді. Коробканы, короче, жинайсың ғой. Смотри, не собирай вот так, смотри, собирай вот так. Чуть назад. Чуть вперед давай. Понял, что вот әдемі болады. Коробкада осылай әдемі болады. Астына үлкендердің, үстіне кішкентайлардың осы фук жинап тұру керек, осы әдемі болып. Алда уақыттарда жұмыстардан көресіздер енді қалай болатынын ше. Походу мына жұмыста в основном көбісі тұратын сияқтымыз ғой, өйткені контейнерларды кішкентай, объем мына заводта аз жалпы. Майда почталар ғой еще. Да, Сашка? Как тебе? Хорошо. Хорошо? Бәрі де жақсы, конечно, осы жұмыс істесең. Капец, у меня слабость, видишь, я спать хочу. Да. Так же, да? Ее глаза... Прям глаза жжет, да? У меня тоже глаза жжет прям.
здесь друг друга сильно зависим. Мы должны вот так. Если мы вдвоем туда будем смотреть, там будет пипец, короче. Понял? Осами жұмыс істейсің, достар, почта, тез, жинап, так, потоп келіп кетеді. Так, міне уже жинап жатырмыз. Біреуін бір машина бітіп қалайын дедік. Мынау, Сашка давай быстрее ғой да. Бітіп қалдық уже. Болды, Сашка сделаем. Міне осы бәрін бітіріп істеп тастадық. Бітті, Сашка молодец. Айып тастадық қой жұмысты. Ема. Мінекейіміз бір неде, атнеді. Bir konteyner mәресіне жетті. Бұл толтырып тастадық. Кішкене ғана қалды мына жерде. Қазір осы қарап тұрмыз, жай-жаймен келіп жатыр. Жаңағыдай үлкен поток жоқ. Болады, әдемі, жақсы. Ата қолым қақсап жатыр міне. Давай, Саша, собери, давай. Так, хватит все. Вверх не поднимай особо сейчас. Болды. Конец, да? Ал, достар, бірінші контейнерді толтырып біттік. Енді Сашка екеуміз. Сашка, привет, передай еще раз дейсің ғой. Енді екінші контейнер келіпті бұл. Бірінші контейнер толтырдық. Енді екінші контейнер. Тура жаңадай контейнер, размері барлығы. Бірақ жаңадан көре жарық екен, әдемірек екен. Бастаймыз жұмысты. Кеттік. Все, Сашка готов? А это просто Сашка. Сашка, быстрее. Не зависай, Сашка. Что ты зависаешь? Ютубер, блин. Ютубер. Ты надоел со своей камерой, да? Зато қаншама адам менің видеоларын көріп мотивация алады. Шын осы обычно қарапайым қазақтың баласы шет елде жұмыс істеп өзінің тақасын тауып жүрген. Бізде бүгін Саша новичок, Сашаға үйретіп жатырмыз, тәжірибемен бөлісіп жатырмыз. Мына жұмыс бір болып, бір болмай тұр. Мынаншада болады, басталады, пер-пер істейміз. Потом диман суп болады. Ана жаққа бірліге сетіп қойып, короче, коробка бақтыз қойсын. Бұл жерде түсірейін десең, адамдар өте көп. Ал жерде болса, жұмыс бітті. Бас бір келеді да, короче, толтырып тайсың да, короче. И бітіп болады. Мына қыста істеген жаман екен ол жұмыс. Өйткені суық болса тез істетесің да. Тез қойыңызсың. Еще жаңағы соғым жаман қақсып жатыр. Осы, короче, коробкалар келеді. Саша осы алады. Саша, покажи давай один раз, как ты работаешь. Вот так. Куда ты его поставишь? Саша, второй пришел, вторая коробка. Давай. Саша, пришел. Мынау. Көрсете қойыңыз. Саша, зачем ты позоришься на камеру? Ё-моё. Саша, молодец. Саша, хорошо работает. Подписчиков добил. А? Побольше тебе подписчиков добил. Кому, мне? Да. И будем бабки не делить, да? Не, я буду делить. О, еще смотри, еще 3 мешка. 4 мешка. 75 на 25. Біздерде сағат қазір 5-тен 7 өтіп кетті. Мынау біздің үшінші контейнер. Үшінші контейнерді бастадық. Запуска. Қазір көреміз, не? Ты еще не начался. Ол үшінші контейнер. Бір контейнерді примерно сағат 7 болды. Сонда 2 контейнер жібердік. Бір контейнер сонда 1,5 сағат істеп жатыр. 1 сағат 10 минут сайын істеп жатыр. Екеуі әлі 10 минут көмектесіп жатыр. Басқа жұмыстармен. Ше. Сонымен, короче, бір контейнерді 1 сағат 10 минут, 1 сағат 20 минут. Қалған 10-15 минут басып.
Ал жұмыс жалғасуда. Таймер алып қойып. Жалғыз өзіміз жұмыс істеп жатыр. Ешкім жанында жоқ. Bir saatқа дейін жұмыс бітеді. 9-ға дейін. Мен 9-ға қайтамын. Соғып болған. Қақса да жұмыс істеп жүрмін. Мен айтамын. Жұмыс істеп алмаймын, қайтамын. Жұмыс аяқталды. 9-дан 4 минут кетті. Жұмыстың бәрін бітірдік. Бітірдік дегенде 30 минут тағы да қалып жұмыс істейіндер дейді. Қой, рахмет дейміз. 30 минуттың ана жерде қапыстап тұрғанша. Ол қайта берейік бізде. Рахмет. Алла тағала нұр жаусын сендерге дедік та. Қайттық, иә? Сашка, как работа? Не очень. Не очень, да? Больше не выйдем. Бұл жерге қайтып шықпаймыз, өйткені менде грижа бар. Грижаның кесірінен менің өкінішке орай аяғым мен белім, қолым қақсап жатыр бар ғой. Все, домой пошли. Так, автобустың келуіне жарты сағатқа 6 минут бар. Қазір тез жүгіріп остановкаға бару керек. Автобусқа мініп үйге қайту керек. Еще там посмотрим, чему если будет открыто, там покушаем. Если не будет открыто, то домой тунец купим, с рисом покушаем. Знаешь, я же готовлю вот этот свой фирменное блюдо. Я круто придумал, скажи, да, я эту еду, да? Быстро, удобно же. Прикольно. 6 минуттан кейін автобус, короче, үлгеру керек. Жүгір. Сашка, беги. Знаешь, фильм смотрел? Форест Гамп называется. Нет. Я тоже не смотрел. Говорят, клево. Да, знаешь, в чем его особенность? А? Чё? Он просто делает. Он просто берет и занимается этим, и все. Понял, в чем прикол его, подвох? Это тоже, пошли. 안녕하세요. 투명이요. 카드를 대주세요. 다인숙입니다. 네, 고맙습니다. Офигеть, говорю. Ай, рано шикет. Чего она так странно визжит, да? Жұмыс бітті деген жаңа айттым ғой, бітті деп. Енді қазір біздер тамақтануға жатырмыз, өйткені қарнымыз аш. Дұрыс ештеңе жеген жоқпыз, өкінішке орай. Завтра на работу идём? Ты идешь? А ты? У меня нога сильно болит. Как у него будет нога. А? У меня нога, как у него, завтра будет хромать. Аяқ деген вообще қақсап жатыр, яғни өте қатты. Пойдем чмок попробуем, да? Здесь можешь покушать, да? Да. Давай, да? Садись. Это дома посуду. Да. 저기 김밥 점심 이 김밥 попить. 2개. 치킨 하나. И попить. Кола 2개. Кола. Кола 2개. Как быстро покушаем, не? Счастливый домой пойдем. Не, 맞아요, 2개. Да, мен так, без голода все, да? Ой, Алла. Бог без тамақ жейік, короче. Мынау бүгін біздің ужин. Рамен, чижи, 김밥, рамен, кола. Ас болсын, біз тамақтанбайық. Қош, сау, саламатта болыңыздар.